Саламатсыздар ма? Мен Кожуров Мирас, 8-сынып оқушысымын. Мен жобаның аты Экосат Шаң спутник. Экосат Шаң спутник климат пен экологияға байланысты мәселе шешуге бағытталған, яғни табиғат ресурстарын бақылау, қоршаған ортаның жағдайы қадағалау және климаттық өзгерістің әсерін зерттеу. Жергілікті жердегі экологиялық мониторинг пен деректерді жинау, атмосфера температура, ауа сапасы сияқты параметрді өлшеу. Экосат Кансат типіндегі шаң спутник үлгісі Кансат сөзі консателлит дегеннен шыққан, яғни консервтің спутник деген мағына береді. Бұл кәдімгі сусын консервісі көлеміндей шаң құрылғы. Экосат қалай жұмыс істейді? Шағын ракета, дрон немесе әуежар арқылы 100-300 метр биіктікке жеткізіледі. Сенсор арқылы температура, қысым, биіктік сияқты параметрді өлшейді. Және парашют арқылы қауіпсіздік жерге қонады. Сосын жиналған деректерді талдаймыз. Экосат қолдану бағыттары. Экология атмосфера газдар мен аэрозолдарды өлшеу, жердің температурасы мен ылғалды қадағалау, ауасының көздерін анықтау. Жобамыздың 3D дизайнын Tinkercad программасы дайындадық. Сосын барлық бөлшектерін 3D принтермен басып шығардық. Электроника негізінде спутникке көптеген датчиктер қосылады. Біз қолдылар сенсорларды қолдандық. Arduino Uno немесе Nano контроллері DHT1112 температура және ылғалдылық датчигі, MQ2 газ датчигі және SD карта модулі. Деректерді жинайды, картаға жазады. Және ода 9 вольт батарейкасы бар және ажыратқыш свитч бар. Бағдарламалау алдын ала код дайындап Arduinoға жүктейміз. Зымыран жобасы спутникті ұшыруға қағаз картоннан программасы зымыран модулінің жобасын дайындап аламыз. Ода головной обтекатель бар, корпус, стабилизатор, пыш, груз, парашют және моторный отсек бар. Ұшыру зымыранды қашықтықтан пульт, запал және 25 НС импульсі МРД мен ұшыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Біз бүгін кішірейтілген спутникті жасадық. Тест жасап ұшырамыз.